Саяхат басталды. Бүгін біз жануарлар әлеміне қызық саяхатқа шығамыз. Жануарлар екіге бөлінеді. Үй жануарлары және жабайы жануарлар. Адамның қасында өмір сүретін жануарлар. Сиыр, жылқы, қой, ит, мысық. Олар бізге сүт, ет, жүн береді. Үйді қорғайды, көңіл күйімізді көтереді. Үй жануарларының зияны, үй жануарлары да кейде зиян келтіруі мүмкін. Егер күтімі дұрыс болмаса, ауру таратуы, шағбалуы немесе үйді бүлдіруі мүмкін. Сондықтан оларға да жауапкершілікпен қарау керек. Жабайы жануарлар орманда, тауда, далада өздері тіршілік етеді. Қасқыр, аю, түлкі, қоян, арқар. Олар табиғатта маңызды рөл атқарады. Өсімдіктер мен жануарлардың тепе-теңдігін сақтайды. Жабайы жануарлардың қауіптілігі, алайда жабайы жануарларға жақындауға болмайды. Олар қауіпті, тістеп не жарақаттап, сондай-ақ ауру таратуы мүмкін. Жануарлардың пайдасы да, зияны да бар. Сондықтан біз оларды қорғап, дұрыс күтім жасап, қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек.